Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Үй жағдайында балаларыңызға балмұздақ жасап беріңіздер. Мен үнемі осылай үй жағдайында балаларыма балмұздақ жасауға тырысамын. 2 бананнан ғана жасалады. Әр түрлі рецепте білемін. Сол себептен мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Әр жасаған сайын сіздер қолдап қойыңыздар. 2 бананды жақсылап әдемілеп аршып, жұқалап турап аламыз. Енді балалар ыстық, қазір жазды күні ыссы балмұздақ жиі сұрайтын болады. Сол себептен мен үйден қоспасыз натуральный мороженый, яғни балмұздақ жасап беруге тырысамын үнемі. Балаларым сүйсініп жейді. Осыны морозильникке салып қойдым міне қатты алып шықтым морозильниктен. Енді блендерге салатын боламыз. Блендер менде осындай блендер әркімде әртүрлі болады. Менікі әртүрлі функцияда. Салдым. Енді қараңыздар, үстіне 1 қасық мед салдым. Бал саламыз. Мен бұл балды натуральный бал Башкириядан алдыртқанмын. Саламыз үстіне сүт құямыз. Сүтті көп құймайсыздар. Жақсылап қою болғанша айналдырамыз. Міне мороженый дайын болды. Балалар менде осылай да жеп қойды жұмсақ кезден, себебі өте дәмді болып шығады. Көрдіңіздер, ешқандай қант, ештеңе қосқан жоқпын. Енді арнайы жаңағыдай өздеріңіз білесіздер, шоколад қосуға болады, қоспауға да болады. Мен осы шоколадты теркадан өткізіп, жаңа ұнтақтап, араластырып жібердім. Сіздер де осылай көріңіздер. Араластырмауға да болады. Мен араластырып, әдемілеп күшті мороженый шығардым. Толықтай жақсылап араластырып аламыз бірінші. Содан кейін арнайы мынандай стаканға құямыз. Салатын боламыз ішіне. Толғанша. Енді балаларым шыдай алмай тұр, жегісі келіп, қалған балаларым өздері қасықпен жеп қойды. Арнайы ағаштарын тығып қоямыз. Осы күйінде морозильникке тоңазытқышқа салып қоямын. Қараңыздар. Міне алып шықтым тоңазытқыштан. Әбден қатқаннан кейін алып шығасыздар. Бұны содан кейін осылай жайлап қана ұшын ғана суға малып, тартып қалсаңыз өзі шығатын болады. Міне дайын мороженый шоколадымен керемет болып шықты. Балаларым таласып жатыр, менікі деп, егіздерім. Енді келесісін алып шығамыз осылай. Жай ғана үшін батырып аламыз. Бұрап жайлап алып шығамыз. Міне осындай формада әдемі, керемет, дәмді бомба мороженый шықты ғой. Балмұздақ. Сіздер де жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген балмұздақтың рецептерімен бөлісетін боламын.